Өмір сая әңгіме. Әңгіменің авторы Роза Сұлтаналиева. Есік сарт-сұрт ашылып, үйге келіні мен немересі Самат кірді. Жамал шеше күйбеңдеп алдарынан шығып еді, келінінің оқты көзін қадай қарағанын байқап күбіртіктеп қалды. Ештеңемен ісі жоқ Самат әй-шәй демей әжесінің бауырына кіріп кетті. Бұндай сәтте Жамал кемпірдің жанары сөнген көзінде от ұшқындап, жыртылған аңыздай қатпар-қатпар бетіне жылы шырай жүгіретін. Немересі әдеттегідей балабақшада көргендерін тізіп айта бастады. Бөлмесіне шешінуге кіріп кеткен келіні қайта шықты. Енесіне қарап, түнеріп жақтырмағанын жасыра алмай, осы сенге бірақ тыныш отырмайды екенсің. Болды ғой, барсаңшы ана бөлмеңе, емірене қалуын, деп сілкінді. Жамал шеше үндеген жоқ, демін ішіне тартып, ауыр күрсінді. Келіні ұлына қарап дауысын жұмсартып, «Саматик, әлі күймің дауыстырған жоқсың, жүре ғой алтыным», деді. Бала болса, әжесіне бір, шешесіне бір қарап тұрып қалды. Жамал шеше қипақтаған немересіне қарап, «Бара ғой, бар күнім сол, анаң ашуланып қалар», деді. Де ожырғасы түсіп, өз бөлмесіне кіріп кетті. Терезенің тұсына келіп, пердені сырып тастап, сыртқа көз тастады. Көшеде ерсілі-қарсылы ағылған машиналар, адамдар, қайнаған тіршілік, тіпті күннің шыжыған ыстығында үйлен қылар емес. Әй, асығыс заман-ай, үлкені де асығыс, кішісі де асығыс. Баяғыда аталарымыз айтушы еді, ілгеріде адамдар күн өткен сайын бір күніміз өтті-ау деп қыжылатын. Ал бүгінгілер күн өткен сайын қуанады. Мейрам жақындады, айлық алатын кезіміз болып қалды деп. Асықпайтын, барар жер, басар тау жоқ, мен болмасам. Сарғайым сабағынан үзілгелі тұрған қорғансыз жапырақтай отырысым мынау. Өстіп терезеден күніге қарап отырудан жалықпайтын шығармын. Әйтеуір көше қарбалас қимылға толы. Шіркіндер-ай, тіпті бір-бірінің үйіне кіріп жағдай сұрасуға да шамалары келмейді. Осы қалада тұратын қызы Ақтолқын да айына зорға келеді. Оның өзінде асығыс. Ол келгенде бұл құрғырдың ыдыс-аяғы сықырлап, баласына ұрсуы жиілеп кетеді. Келінін ойлағанда жабырқау көңілі одан сайын құлази түсті. Шәйінде күліп отырып жөндеп бермейді. Бұрын да келіннің мінезі оңып тұрған жоқ еді. Бұл ауырғалы одан сайын шадырланып шыға келді. Келіні бар қасірет басына төнгендей қабағына ашпайды. Әйтпесе не керек жанына? Үйі мынау, айыбы, жеке тұрғын үй демесең, тұрмысқа қолайлы, пәтері 2-ші қабатта, бөлмелері кең, жылы суы, суық суы ішінде, әпкішпен су тасымайды. Тамақ істеймін десе көгілдір отын газы дайын, от жағып күл шығарып, күйелеш болып жатқан жоқ. Күйеуі бар, ешкімнен кем емес, әжептәуір қызметте істейді. Құдайдың берген бір ұлы бар. Сонда да жанына ештеңе жақпайды. Оның үстіне бұның ауырғаны мінезіне мінез қосып, ащы сөздерді көңіліне ауыралар деп елемей-ақ лақ еткізе салатын болды. Ақтолқын байғұс інісінің оңайлықпен қозғала қоймайтынын қасиетін бұрыннан біледі ғой. Қайта-қайта айта берген соң ұлы дәрігерге апарып көрсетіп еді. Ештеңе етпейді, кәріліктің әсері, әбден жүйкесі жұқарған, деп дәрілер жазып берді де жылы ғана қоштасып шығарып салды. Осы кезде әке деген Саматтың дауысы шықты. Ұлы Есенгелді де жұмыстан келіп қалыпты. Ол қазір шешінер-шешінбес диванға жатып дем алады. Содан кейін бүгінгі келген газет журналдарды ары-бері аударыстырып қарап шығады. Сосын кешкі асын ішіп болып телевизор көреді. Күндегі әдеті осы. Бүгінде сөйтті. Оны Жамал шешей тықырдан-ақ сезіп отыр. Келіні кешкі астың қамымен ас үйде жүреді. Шәй дайындауға кірісті. Алдымен енесінің бөлмесіне кіріп өзіне ғана арналған шағын дастарханды жайып, шәй әкеліп қойды. Содан соң кішкене тәрелкемен қуырылған картоп әкелді. Тағы да ас ішіп жеуге қажетті анау-мынауларын түгелдеп бір келді де
үнсіз шығып кетті. Тамақ алыңыз деген сөз де айтылмады. Бұрындары келіні тамақты қонақ келген кезде бөлек беретін еді. Қазір тіпті өздері отырса да дастархан басына шақырмайды. Өздері дегенде сол үшеуі ғана: ұлы, келіні және немересі. Алғашқыда ұлы Есенгелді апамды шақырсайшы деп бір-екі рет айтып көріп еді. Әйелі қабағы шытынап әрдеңені бір айта берген соң үндемей құтылатын болды. Әй, затың жуас, сорлы балам-ай, сен әкеңе тартпадың. Әкең мінезі өткір, жігіттің төресі еді ғой. Отырған жері ойын күлкі, жиын тойдың гүлі болатын. Ал сен ше? Сен тіпті еркек болып әйеліңе ұрса да сөйлейді алмайсың. Әйел демекші, бұған да жасың 40-қа келгенде зорға үйленіп едің. Қатар жолдастарың салиқалы азамат болып, ұл қыздары ер жете бастағанда сен әлі сүрбойдақ едің. Өзінен бір мүшел жас келіні үйге аттап басқан алғашқы күндері-ақ өктемдік танытып дегенін істетіп еді. Жамал шешей алдындағы тамақтан татып та көрмеді. Қанттан бір тістеп сораптап шай ішті. Қарсы бөлмеде отбасының өзге мүшелері тамақтанып отыр. Баласы бір қолында газет, бір қолына кесесін алып шай ішіп отырған шығар. Дүниенің астан кестеңі шығып, тау қозғалса да бәрібір осы қалпынан аумайды. Бір кезде келінінің күңкілдеген дауысы шықты. Айтсаңшы ана кемпірге, Саматикке жолай бермесін. Баласы бірдеңе деп міңгірете қалды. Онысы кәрі құлағы түскірге онша естіле қоймады. Келіні сөзін жалғастырды. Құдды бір маңызды хабар айтатындай тамағын кенеп алды да: Айдар әкесін интернатқа өткізіпті деді. Оны кім айтып жүр саған? Мағираштан естідім. Үйіне барғанда сақалы сапсиып отырып алушы еді ғой әрдеңені мышыңдап. Не керек, қарттар үйіне өткізіп құтылыпты. Жамал шешейдің жүрегі су ете қалды. Япыр-ай, мына бәле тағы нені беңзеп отыр? Құрып қалғыр-ай, маған енді осы отырысты да қимағаны ма? Айтып отырған қарттар үйі несі? Мағираш демекші, өткенде сыпылдап ерніне жұқпай сөйлейтін сырықтай жіңішке қара келген. Соны айтып отыр ғой. Ол өзі қу түлкіде жылмыңдап күліп отырып-ақ өресі тар келінінің басын шыр көбелек айналдырып кеткен көрінеді. Кетерінде: ана кемпірді өткізіп жібермейсің бе? Деген жаны ашығансып. Қайда? Деген келінінің сұрағына ол тәптіштеп түсіндіре бастады. Қарттар үйіне дағы. Өкімет өлтірмейді, өз асырайды. Себебі кезінде еңбектері сіңген ғой. Сөзінде мысқыл бар ма қалай? Сәл үнсіздіктен соң: ол саған сор. Ертең жүре алмай алжығанда көресің әлі. Есенгелдіні айналдырып көрмейсің бе? Деді. Келіні: ол да бір қырсық қой, кейде айтқаныңа көнбек түгілі өзіңе тиіседі, деді шағынғандай. Анау да қояр емес. Үйде шошайып отырғанда не істейді? Ерігеді, іші пысады. Ол жақтан шешесі өзіне лайықты шал тауып алады. Сөйтті де бірдеңелерді сыбырлай айтып екеуі сылқ-сылқ күлісті. Жамал шешеге қатты батқаны олардың мұны елемей, әңгімелерінің бәрін дауыстап айтып отырғандығы. Естсең ести бер, бәрібір не істей қоям дейсің, дегеннің сыңайын танытқандай. Енесінің Есенгелді екеуінің арасына от тастап шағыстырмайтынын келіні онсыз да жақсы біледі. Қандай ауыртпалықты, небір ауыр сөздерді іштей қарсыласса да үнсіз қабылдайтын. Жаны жараланып қатты күйзелсе де ешкімге тіс жармайды. Сондықтан ғой келінінің емін еркін даурығып, күшейіп отырғаны. Кеше ақ толқын келген кезде осы әңгімені шыдамай айтып еді, ол жылап жіберді. Апа, бұрын сол қарттар үйі дегенге жалғыз ілікті, ешкімі жоқ, мүгедек адамдар баратын еді. Қазір тіпті сап-сау ата-анасын жастар қартайғанда сонда өткізіп жіберетін болыпты. Не, сонда баланы дүниеге келтіресің, бағып-қағып өсіресің, жел жағына ық, күн жағына көлеңке болып баққанмен қартайғанда керек етпей,
өзіңнен бестене қайыр. Жамал шешей таңданды. Жастар не болып барады? Ертеде бір қарт кісі тісі түсіп, өзге тамақты іше алмай қиналғанда, бұл 80 көрейін деген жасым беді, бұламық ішейін деген асым беді деген екен ақырып. Сол айтпақшы, осы көрсеткеніңе шүкір, тәубе, тәубе деп асылық жасамай шүкірлік танытып отырушы едім. Көрсетпегің көп екен ғой, шынақ Құдай. Мен сізді үйге әкетер едім, әттең Әлібектің мінезі. Оның үстіне атамды да күту оңай емес. Оған сіз қосылсаңыз, Ақтолқын сөзін шыламсырап аяқтады. Жамал шешеге қызының бұл қылығы ұнай қоймады. Оның бетіне қарап біраз отырды. Сосын, қызым, деді дауысын қатайтып, Құдай менің күнімді саған салмасын. Сенің атаң мен және тоң мойын, ішкіш күйеуіңмен бір үйге сыйса қоймаспыз. Оның үстіне бала шағаңның да басы бар. Мені алда жылда апарып тастайын деп жатқан жоқ қой. Мен саған жай естігенімді айттым. Не болса да, өлігім осы баламның үйіне шығады. Жаманда болса қайтейін. Іштен шыққан шұбар жылан бір тұлпардың тұяғы еді ғой. Қызы үндей алмай қалып еді. Енді қарашы, бүгін келінінің сол әңгімені қозғап отырғанын. Сықыр етіп есік ашылды. Келін екен, ыдыс-аяқты жинастырып әкетуге келген. Жамал шешей оның бетіне қарағысы келмеді. Жиналмаған төсегіне қисайып жатты. Ой тізбегі алыста қалған туған ауылын, жастық шағын, әкесі мен шешесін, бәрін көз алдына әкелді. Тәтті күндерге деген сағыныш жүректі тереңнен шымшылап қылаң берді. Жамал орта шаруа Тұрсынбайдың жар дегенде маңдайындағы жалғыз қыз еді. Арқа сүйер ағасы, соңынан ерген іні, сіңлісі болмады. Әкесінің азнаулақ малы бар, ептеп, домбыра тартып, күй шертетін өнері бартын. Жиын тойда әу деп, ән айтып жұртты күлдіріп сөйлейтін қуақы мінезді кісі еді. Ал шешесі бір тоға көп сөйлей бермейтін тұйық мінезді жан болатын. Олар қызын бетінен қақпай өсірді. Жамал 17-ге толар шағында бір күні ойда жоқта үйге ұнататын жігітін жетектеп келді де, көке, апа, қыз бала жат жұрттық деген, енді екеуміз жаңа отау құрып бірлесіп өмір сүрмекпіз. Ақ баталарыңызды беріңіздер, деген тікесінен. Сол Құдай қосқан қосағы Құдай бергенмен танысқаны да дәл бүгінгідей есінде. Жаз еді. Ауылда өткен шілдехана тойына көршілес ауылдан ұзын бойлы қараторы жігіт келген. Той иесінің жиені екен. Тойдан соң жастар жағы ақсүйек ойнауға ауыл сыртына беттеді. Айлы кеш, ауыл түн құшағына оранған. Манағы жігіт Жамалға қайта-қайта қарағыштай берген. Оны көргенде қыз жүрегі де дір ете қалып еді. Ақсүйек ойынында оңаша кездескен жастар бір-бірін тілсіз ұғысқандай. Содан араларында пәлендей еш нәрсе де бола қойған жоқ, әйтеуір бір дәнекер сезім жібі байланғандай. Құдайберген бұдан кейінде нағашысының үйіне 2-3 мәрте келді. Ақыры екеуі уәде байласып, ешкімді араға салмай келіп тұрған бет еді бұл. Әке шешесі қарсы болған жоқ. Өз қолдарымен Құдайбергенге ұзатты. Әйтеуір қызым жыламаса бопты, бағын ашсын дегенде қойған. Әкесінің ағайындары, бұныңыз не? Түгі жоқ жетімге әлпештеп отырған жалғызыңды беріп, өзіңмен теңдес болар, құйрық бауыр асатар жөні түзу ешкімнің табылмағаны ма? Деген бірі кейіп, бірі мүсіркеп, бірі тіпті табалағандай. Әкесі күлген. Сосын, қызым жыламаса бопты, деді тағы да. Әншейінде әзілдеп уытты тілмен жауап қайтарып тастар ма еді? Бұл жолы
Іштей өзі де қобалжып толқып тұрған соң үндемеген. Құдайбергеннің әке шешесі жастай қайтыс болып кеткендіктен немере ағаларының қолында жүрген болатын. Жамал жастайынан еті дірі, тірлікке икемді, пысық болып өскен. Бөлініп шыққан соң әке шешесінің жасап берген азнаулақ жасауын құрастырып, аз уақыттың ішінде ел қатарлы тәп-тәуір үй болып шыға келді. Алайда қуанышты мамыражай тіршілік ұзаққа созылмады. Не көрмеді мына басы? Ойлап қараса қаншама қиындықты, аштықты да бастан кешіпті. Елге ашаршылық төнген нәубет кезеңде 3 қызынан айырылды. Соғыс басталғанда Құдайберген майданға аттанды. Жамал 3 жасар Гүлбаршыны мен емізулі Ақтолқынын құшақтап қала берді. Қандай жұмыс болса да қашқан жоқ. Бірін жетектеп, бірін арқалап, ауылдағы жұмыстардың бел ортасында жүрді. Қиналғаннан жылап талған кездері көп болды. Сонда да келер күнге деген үмітін үзбеді. Жеңіске сенді. Жарымен қауышатын күнді асыға күтті. Ол тілегі орындалды да. Құдайберген 1944 жылдың көктемінде бір аяғынан айырылып, соғыстан аман-есен оралды. Келер жылы дүниеге келген ұлын Есенгелді деп атады. Әкесі қан майданнан аман-есен келді деп солай атаған. Міне, содан бері зымырап қанша жыл өтті, қанша өзгеріс болды десеңізші. Бертінде Құдайберген қайтыс болды. Аяғым қақсайды деп жүруші еді, сол себепкер болды ма, әйтеуір сұмажал алып тынды. Гүлбаршын тұрмысқа шығып еді, келер жылы бала үстінде кетті. Солардан қалған Ақтолқыны мен Есенгелдісін тістелеп жүріп жеткізген еді. Ақтолқын ертелік тұрмысқа шықты да өзімен өзі болып кетті. Ал Есенгелдісі оқимын деді. Қолынан қаққан жоқ. Жүріп үйленем деді. Сосын жұмысым қалада, әзірге біз осында тұра берейік деді. Одан қолыма көшіп кел, қызың да осында, бәріміз бір жерде боламыз деді. Көнді. Үй жайын сатып көшіп келді. Мұнда келгелі де 6-шы жылға ауып барады. Ойлаушы еді, Есенгелдісінің ұрпағы көп болса деп. Мен оларға әңгіме, ертек айтып берсем дейтін. Қайда сол қиял, қайда сол арман? Жар сүйдім, ана танып дүниеге перзент әкелдім, немере көрсем деп едім, оны да көрдім. Есенгелдінікі жалғыз болғанымен Ақтолқынның да балалары бар ғой. Бірақ әттең ай, бәрінің артының қайыры болмағаны ма? Солардың қызығын көрсем деген тәтті үміттің алдағаны ма? Жаныңда жүріп, жат болған деген осы екен ау. О, Құдай, өзіңнен шыққан балаң өзіңе жат. Өмір зая деген осы шығар. Мен үшін қимайтындай не қалды? Ай, балам-ай, осыншама түйсіксіз ынжық болып кеткеніңді де байқамаппын. Енді бәрі кеш. Жоқ, әлде мені түсініп, қас қабағыма қарар ма екен ендігі жерде? Ондай ақылды оған кім береді? Келіннің сиқы мынау. Әйтсе де мені Саматжанымнан айырмаса екен. Ауыр ой еңсесін езген Жамал шешей таң атқанша көз ілмеді. Таң бозарып ата бастады. Көшеде абыр-сабыр қимыл, тіршілік күйбеңі басталды. Жұмысқа баратын кездері болып қалды ма, қарсы бөлмеден келіні мен баласының дауыстары шыға бастады. Содан соң есік ашылып, ішке ұлы Есенгелді кіріп келе жатты. Жамал шешей, жақсы, жылы сөз естісем екен деген үмітке толы жасаураған көзімен ұлына жаутаңдай қарады. Әңгімені оқыған автор. Достар, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.